Қайырлы күн бәріңізге. Бүгін сіздермен керемет манты розочка деп аталатын дәмді тағам әзірлейтін боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жылы су ыдысымызға жақсылап тұрып құйып аламыз және жұмыртқаны қосып, араластырып, көз мөлшерде тұз саламыз және пищевой краситель қосамыз. Пищевой краситель ол кондитерлік дүкенде сатылады, сол жақтан таба аласыздар. Ұнымызды аз мөлшерде салып отырып, қамырымызды жайлап илей бастаймыз. Қамырымызды жайлап илеп болдық. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына пиязды өте ұсақтап, төрт бұрыштап тураймыз. Көз мөлшерімен тұзын бұрышын салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ал енді қамырымыз дайын болды. Қамырымызды қатты жұқа қылып илемейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді осындай кез келген бокалмен дөңгелек пішін шығарамыз. Бір мантыға 3 дөңгелек пішінді керек. Үшеуін біріктіріп, осылай роза пішініне ұқсатып ораймыз. Міне бізде осындай роза пішініне ұқсас әдемі мантымыз дайын болды. Осылай барлығын әдемі қылып жасап алып, манта баркімізге 45 минутқа қойып, жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Міне мантымыз дайын болды. Әдемі болып, тәп-тәтті болып пісті. Бетіне осындай ас-көк септім. Сіздер де осылай сеуіп, отбасыларыңызға ұсыныңыздар. Отбасыларыңызды әрдайым